Assalamu alaikum dostlar. Bugün 17 aprel 2023 yıl. Жалауат шары жаңа муниципалдық базар. Көріп тұрғаныңыздай, жаңа базарда ала тұрған адам қардарулар жоқ есе. Бұл жерде сатушылар бар, бірақ саудалары жоқ. Оң жақты қарай тұрған болсақ, бұл жақта негізілі жоқ екен. Сатушыларды леш. Бұл дүниедегі ең дамды нәрсенің рахатын дамдап білмеген, майқош десе кімді керек десе? Бұндай контейнерлерде езбе сода түйіндер жауық. Чоң ақша кірген, мэрия тарауынан қаншыдағы миллион деген. Бірақ базар іштебептір. Деме, бұны іштебегендікте мэрияны күнелебейбіз. Анткені іштебеген жерде ғана қата болбайды. Орыстар плохой результат, тоже результат деген, бұл да бір жиынтық. Бұл да бір результат. Кейін мэрияға бұл жерден сатушылардан бізге көп даттанулар түседі. Мэрия бұл базарда чүтканда нарық базар жауап, адамдар бұл жаққа көчірөбүз дедилер, бирок көчүрбөдү, жаппады. Ошол себептен нар жактан бизге кардарлар келбейт деп даттанып атат. Биз мэрияга сунуш берет элек. Эме Московский көчөдө строй материал сатат. Пробка, тротуар жок, жана башка. Мэриянын ошонча строй материал сата турган базарында, айтканда бош орундар турганда, Московскийге эмне кылат дейм да, ошо шарттар түзүп, ошол жерде жабып эле, ошол жердеги сатуучулар бул жака киргизип койбойбу дейбиз да. Кийин азыр мына сатуучулардын да эме түшүп атат. Бирактан өзү негизи соода болбой аткандан кийин мына сыртка кайра дагы бир жайларды ачып не керек бар акча кетирип дейт да. Бул жак сыртка чыга турган болсок, бул жакка ошо бир навес-савес ошондой нерселер болот тур. Жайларча. Ошо Жалауат мэриясына сунуштайбыз. Мына строй маркеттен Московский көчөсүндөгү сода түйүндөрүн жаап, тротуар түзүп, бир веложол кылып, пробкалар жаратпай, ошол жердеги сатуучуларды бош турган түйүндөргө көчүрсүн. Чоң рахмат.